Қазақта адам қайтыс болғаннан кейін денесі үйінен шығады, қонады, кей кезде алыстан қонақ келеді деп 2-3 күнге дейін қалдырады. Ал арабтар да біз білеміз, қайтыс болған күні барып көміп тастайды. Кәдімгідей туыстары көмуге қатыспайды да, өйткені алдын ала дайын шұңқырлар тұрады, көрлер қазылған тұрады, арнайы сол жерде жүрген адамдар оны көміп тастайды. Иранда тіпті осы зиратқа мүрдені жеткізетін адамдар, олар содан кейін 40 күнге дейін лас боп саналады. 40 күнге дейін олар карантинда, былайша айтқанда, жүреді, елге жоламайды. Жырақта өздері жатады, көмуге қатысқан адамдар. Ыстық, әсіресе ылғал ауа райы. Соның үшін мүрде тез бұзылады. Мүрдеден мынандай жұқпалы аурулар тараудың ықтимал